Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын тәтті тоқаштардың рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы өте қарапайым. Ол үшін бізге тек қана 150 грамм жылы сүт, 150 грамм жылы су, 75 грамм сұйық май, 100 грамм қант, жарты ас қасық тұз, жарты шай қасық ванилин, 1 шай қасық дрожжи, 1 жұмыртқа және де ұн қажет. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті, жылы суды және де сұйық майды құямыз. Артынан қант, ванилин, тұз және де жұмыртқаны қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Кейін дрожжіні қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды біртіндеп қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз қолға кішкене жабысқақтау болады. Ең бастысы біз қамырды біріктіріп алуымыз қажет. Және де қамырды қатты жұмсақ етіп емес, орташа жұмсақтықта илейміз. Қамырымызды біріктіріп болғаннан кейін кішкене майлап 1-2 минут тағы да илейміз. Қамырды сұйық маймен илегеннен кейін қолға жабыспайды және де осылай жып-жылтыр болады. Бетін жауып, көтерілгенге дейін жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 65-70 граммнан бөліктерге бөліп, шарик жасап, тізіп қойып шығамыз. Бұл рецептен шамамен 16-17 дана тәтті тоқаштар шығады. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін барлығының бетін сұйық маймен майлап, 10-15 минутқа салафанмен немесе пищевая пленкамен жауып қоямыз. Он минут өткеннен кейін салафанды алып, өзіміз қалаған формада тәтті тоқаштарды, яғни булочкаларды жасап шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болды. Мен 2 түрлі формада жасадым. Біріншісі видеодағыдай біз қамырымызды созамыз, жұқа етіп. Кейін дәл осы видеода көріп отырғандарыңыздай астынан үстіне шығара отырып формаға келтіреміз. Және де ұшын астына қалдырамыз. Дәл жаңағы айтқаным бойынша екіншісінде жасаймыз. Бірінші қамырымызды, яғни бөлігімізді созамыз. Бастапқы ұшын кішкене қалдырып, қалғанын астынан үстіне айналдыра отырып формаға келтіреміз. Және де ұшын астында қалдырамыз. Екінші түрін мен жүрек формасында жасадым. Алдымен қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Кейін бетіне қант сеуіп, айналдырамыз. Екі басын бір-біріне біріктіреміз. Біріктірген жерімізді жоғарға айналдырып, төменгі жағын жартылай кесеміз, дәл видеодағыдай. Сол кезде бізде жүрек формасы шығады. Екіншісінде дәл солай жасаймыз. Алдымен қамырымызды жаямыз.
артынан қант сеуіп, айналдырамыз және де екі басын біріктіреміз. Біріктірген жерімізді жоғарыға қаратып, төменгі жағын жартылай кесеміз. Жүрек тәрізді формамыз дайын. Қалған барлық бөліктерімізді де дәл осылай өздеріңіз қалаған формада жасаймыз. Кейін әр тәтті тоқаштарымыздың бетін сұйық маймен майлап, салафанмен жауып, 30-40 минутқа қоямыз. Сол кезде біздің тәтті тоқаштарымыз 2 есе көтеріледі. Мен 40 минутқа қойдым, уақыт өтті, тоқаштарым 2 есе көтерілді. Ендігі кезекте тоқаштарымызды пісіреміз. Әр тоқашымызды жұмыртқамен майлаймыз және де өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуішті себеміз. Мен кунжут септім. Дайын тоқаштарымызды 160-170 градуста қызып тұрған пешке салып, беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді, өте жұмсақ тәтті тоқаштарымыз дайын. Өздеріңіз көріп отырғандарыңызда өте әдемі болып пісіп шықты. Бұл тәтті тоқаштарымыздың құрамы да өте қарапайым. Сондықтан да барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Басқа булочкалар секілді қатты болып қалмайды. Піскен кезде қандай жұмсақ болса, одан кейін де дәл солай жұмсақ болады. Алғашқы жасағанымнан ақ өте керемет шықты. Менің отбасыма да, маған да өте қатты ұнады. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.